Бәріңізге сәлем, сіздермен бірге мен Диана. Менің арнама қош келдіңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін небәрі 10 минут уақытыңызды алатын өте дәмді әрі үй ішіне ұнайтын тіске басарды бірге дайындайық. Бұның құрамына тек 2 зат қана керек, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал бастайық. Ал ең алдымен картобымыздың сыртын жуып, тазалап, осылай пышақтың көмегімен немесе арнайы кескіштің көмегімен жұқалап тұрып тураймыз. Міндетті түрде жұқалап етіп турап алыңыздар. Осылай жақсылап тұрып 4-5 картошкаңызды турап аласыздар. Ал енді өзімізге ұнайтын шұжықты аламыз. Осылай сыртын жақсылап ашып алып, оны 3 бөлікке бөлеміз. Ал енді бұл тағамды жасау үшін бізге осындай шпажки керек болады, ағаштан жасалған. Оны видеода көрсеткендей картоптың ортасына шұжығымызды саламыз және де осы шпажкидің көмегімен өткізіп аламыз. Бір шпажкиға 3 немесе 4-ден салуыңызға болады. Осылай әдемілеп тұрып барлығын салып шығамыз. Міне бізде осындай дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай түрі өте әдемі көрінеді. Енді осыны біз қуыратын боламыз. Қуыру үшін ең алдымен табамызға сыймайды. Кішкене көбірек құямыз және де ол қызған соң осылай 2-3-тен біз шұжығымызбен картобымызды саламыз және де екі жағында жақсылап тұрып қуырып аламыз толықтай піскенше. Оған әр жағына 5 минуттай уақыт кетуі мүмкін. Осылай барлығын салып шығамыз. Бір жағы осылай жақсылап қызарып піскен кезде, қуырылған кезде біз екінші жағына аударамыз. Екінші жағында жақсылап қызартып қуырып аламыз. Міне біздің осындай әдемі әрі тез дайын болатын тіске басарымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Үстіне кез келген өздеріңіз ұнайтын соусты қосып жақсаңыздар болады. Балалар сүйсініп жейді және де бәріне ұнайды деген сенімдемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ал сіздермен бірге болған мен Диана. Келесі видеоларда кездескенше қош саламатта болыңыздар. Маған тіркелуді және де лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Рахмет.